Жаңалықтарымызды бастаймыз. Спорт денсаулық кепілі екендігі қала күні мерекесінде тағы да бір мәрте айшықталды. Өйткені айтулы күнде спорттың бірнеше түрінен түрлі жарыстар ұйымдастырылды. Атап айтар болсақ, эстафета, арқан тарту және футболдан. Бұған ауыл округ ойыншылары мен өңірге қарасты Мөлтек ауданының намысын қорғағандар қатысты. Дүбірлі дода қаламыздағы Октябрь Жарылғапов атындағы стадионда өтті. Оған өңір басшысы Әліпбек Шәріпбекұлы арнайы қатысты. Толығырақ келесі бейнесүкте. Аумағы бірнеше шаршы метрді алып жатқан алып стадионға жанкүйерлер қауымы жиналды. Өзге жарыстардан ерекшеленген дода бірінші футболдан басталды. Оған барлық Мөлтек аудан мен ауыл округ командалар қатысты. Нәтижесінде әдемі ойын өрнегін көрсетіп, қарсыластарына төтеп берген командалар жеңіске жетті. Бірінші орын тұғырынан Шавгар Мөлтек ауданы көрінсе, екінші орын биігін ихандықтар бағындырды. Ал үшінші орынды Бекзат Мөлтек ауданының командасы қанағат тұтты. Барлық жеңімпаз команда мүшелеріне алғыс хаттар мен ақшалай сыйлықтар табысталып, кубок тапсырылды. Одан соң қала әкімі бірқатар спорт саңлақтарын марапаттады. Арасында халықаралық әлем чемпионатының жүлдегерлері де бар. Бұдан бөлек мүмкіндігі шектеулі азаматтардың да ерліктері еленіп, қошеметке бөленді. Биылғы Қазақстан чемпионатының оңтүстік Қазақстан құрамасы мүмкіндікті шектеулі командасын Қазақстан чемпионатында екі рет күміс медаль алдық. Августтың 7-сінде Ақтау қаласында халықаралық турнирде қола медаль алдық. Оған жаңағы Россия, Словакия, зорын Қазақстан, оңтүстік Қазақстан қалқын. Содан біз үшінші орын алып, қола медаль алып келдік. Енді өзіммен спортпен баулы қылып, содан өзім шәкірттерімді баулы жүрмін. Осы Түркістаннан жас балдарды жаттықтырып жатырмыз қазір. Асқар Сембиев топ мүгедегі болса да спортқа жаны құмар азамат. Олар Жуырда халықаралық және республикалық додада, яғни Қазақстан чемпионатында бағы жанып, жеңіс тұғырынан көрінген. Оңтүстік Қазақстанның құрамасынан жасақталған спортшылар Ақтау, Атырау, Ақтөбе қалаларында өткен сайыста 2 күміс, 1 қоланы еншілеп қайтты. Баса мән берген спорт түрі волейбол жарысы екен. Осындай жеңістерінің қатары қала әкімінің алғыс хатымен толығып отыр. Осындай мероприятияны өткізіп жатқандарына, осы жарыс өткізіп жатқандарына өте біз қуаныштымыз. Оның үстіне біз осы күнге чемпионат Қазақстанда, біз чемпионат Қазақстанға барып, 2 күміс медаль алып келдік чемпионат Қазақстаннан, пляжныйдан и мүгедектердің отырып ойнайтынынан. Бір международный встречадан 3-ші орын алып келдік, серебро. Бүкіл қаламызға рахмет, акиматқа рахмет, бізде спонсор болып жіберген осы жердегі нелер бізге көмектескеніне көп рахмет. Бәрі халқымызды, Түркістан халқымызды құттықтаймын қала күнімен. Қала күні және алтын күз мерекесіне арналған жарыста осындай азаматтарға мүгедектер спортын дамытқан үшін алғыс хаттар мен өзге де сыйлықтар табысталды. Олардың алдағы жоспарлары жетерлік, мақсаттары мықты, ендігі меже мығым әрі күшті денсаулық болса болғаны. Ақмарал Ғаниқызы, Антон Лещенко, Тұран, Түркістан.